Сәлем достар, сіздермен мен Айғала. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында осылай попкорнның қалай дайындалу керектігін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге осы табаға кішкене сұйық май құямыз. Үстіне 2 кесе шекер саламыз және қажетінше жүгері салып жақсылап қуырамыз, араластырып. Бізде жүгері арнайы осы попкорн болатын түрі. Барлығын араластырып, жай отта газге қоямыз. Жақсылап араластырып тұрамыз арасында. Жүгерін жақсылап қуырылған кезде өздері былай ағарып попкорн бола бастайды қазір. Бізде енді басталды. Осылай барлық қуырылып біткенше күтіп тұрамыз. Жай отқа қоямыз астын. Тез дайын болады. Дәмі өте ерекше. Үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Барлығы дайын болды. Енді осылай тарелкаға салып қоямыз. Рецепт ұнаса каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қалдыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.